Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бірінші сынып ана тілі сабағы, 44-ші сабақ сөйлем тақырыбы. Сабақты бастамас бұрын өткенге қайталау жүргізетін боламыз. Алдыңғы сабақта нанды қадірлейік мәтінмен танысқанбыз. Соған байланысты мынандай 6 түрлі сұрақ қойылады. Сол бойынша дұрыс және бұрыс сөйлемді табатын боламыз. Бірінші сөйлем: диқандар қыста жерге тұқым себеді. Дұрыс емес, диқандар көктемде жерге тұқым себеді. Екінші сөйлем: егінді жаз бойы күтіп баптайды. Дұрыс, бұндай сөйлем бар. Күзде астықты соқамен орып алады. Жоқ, бұл сөйлеміміз дұрыс емес. Күзде астықты комбайнмен орып алады. Төртінші сөйлем: бидайдан ұн тартылады. Иә, бұндай сөйлем бар. Дұрыс жауап: ұннан тек қана нан пісіреді. Бұл сөйлеміміз дұрыс емес, себебі ұннан әр түрлі нан түрлерін пісіре аламыз. Алтыншы: нанды қадірлеуіміз керек. Иә, дұрыс айтасыңдар, нанды қадірлеуіміз керек. Сол бойынша дұрыс бұрыс жауаптарды тексеріп шығамыз. Бұл тапсырма болғаннан кейін бірінші жаттығуға назар аударамыз. Наубайхана өлеңі берілген. Ендеше ең алдымен өлеңді тыңдаймыз. Наубайхана деген бар, бұл үй қала шетінде. Күндіз түні тынбайды, білесің бе мұндайды. Пісіп ылғи ып-ыстық, тәтті тоқаш нан түрлі. Таңертеңнен жөнелер дүкендерге әр түрлі. Зор еңбекпен келетін, таппай диқан бір тыным. Өмірге нәр беретін, қадірле нанды бір тілім. Өлеңді тыңдаймыз және оқушылар тізбектей оқиды. Тізбектеп оқып болғаннан кейін ұстаз мұғалім тарапынан тағы да бір рет қайталап оқып беруге болады балаларға анық түсінікті болу үшін. Мәтін не өлең екендігін ажыратамыз, яғни бұл бізде мәтін емес өлеңге жатады. Атауын атаймыз, яғни бұл наубайхана деп аталады. Авторы Аян Нысаналин. Сондай-ақ жаңа сөзбен танысатын боламыз. Тілім деген сөз жұқалап кесілген, яғни нанның бір бөлігі. Сондай-ақ мәтіннің соңындағы сұрақтарға жауап береміз. Өлең неліктен наубайхана деп аталған? Себебі өлеңде наубайхананың ішіндегі болатын іс-әрекеттер, ол жерде не істелетіндігі туралы айтылған. Нан дастарханға қалай келеді? Нан дастарханға оңайлықпен келмейді, оны пісіріп дайындайды, оған еңбек жұмсайды, еңбектенеді. Міне осылай нан дастарханға келеді. Үлкендерден нанды қалай пісіретінін біліп ал. Енді мына берілген суретті пайдалана отырып, нанды қалай пісіреміз деп ойлайсыңдар. Нанды пісіру үшін бізге жылы су, тұз, ұн және де ашытқы, сондай-ақ кейбір кезде жұмыртқаны да қосуға болады. Міне өстіп барлығын араластырып, біз қамыр дайындаймыз. Соны пайдалана отырып, нан пісіруімізге болады. Келесі: есіңде сақта. Нүкте, үтір, леп белгісі, сұрақ белгісі, сызықша. Бұлар тыныс белгілері. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріптен басталып жазылады. Сөйлемнен соң не нүкте, не сұрақ белгісі, не леп белгісі қойылады. Бұл жерде өткен өлең бойынша сұраулы сөйлем, лепті сөйлем және хабарлы сөйлемді өлеңнің ішінен тауып алуға болады. Оқушыларға сондай тапсырма берсек те болады. Үшінші жаттығу: суреттер бойынша көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып оқы. Кім нан пісірді? Нанды неден пісірді? Не қандай дәмді? Әрине, наубайшы нан пісірді. Нанды ұннан пісірді. Нан қандай дәмді? Немесе тоқаш деп алсақ та болады, иә? Келесі тапсырмамыз: көркем жаз. Тәтті және дүкен деген сөздерді дәптерімізге көркем жазып шығамыз. Екінші жаттығу: сөйлемдерді көшіріп жаз. Дастарқан, көркі нан. Наннан үлкен ас жоқ деген екі сөйлемді дәптерімізге көркем көшіріп аламыз. Үшінші тапсырма шығармашылық тапсырма.
Сандарды сызып таста, шыққан сөздерден сөйлем құрап жаз. Бірінші торкөздердің ішіндегі санды сызатын болсақ, бізде күріш деген сөз шығады, екіншісінде жүгері деген сөз шығады. Бұл сөздерден мынандай сөйлем құрастырсақ болады. Анам күріш пісірді, жүгерінің түсі сары болады. Немесе де басқа да сөйлемдер құрастыруға болады. Сабақ соңында бағдаршам арқылы кері байланыс жүргізсек болады.